Ассалаумағалейкум барша фотошоперлері. Көптен бері сабақ шықпай кетудің себебі мен көзімді емдеткен болатын. Мінекей осы дәріні қазірде қабылдап жүрмін. Көп фотошопта отқанның кесірінен қазірде менің соткам қатты жарыққа қарау кесірінен бастапқы көз ауруына шалдықтым. Яғни бұның емі бар. Мен алдағы уақытта 1 ай бойы көзімді емдетіп жүретін боламын. Сіздерге де пікірім, яғни өз ақылым, бүйтіп көп фотошоп істемеңіздер. Яғни соткіде ұзақ отырмаңыздар түнде. Мінекей біз рисовать уже бастап кеттім. Мінекей рисовайтқа кіресіздер, ең соңындағы размер таңдауға кіресіздер, және де 1000-да 1000. Мінекей 1000, қазір жазайын, 1000 және де 1000-дағы форматтағы нені аламыз. Неге бұны алып деп жатқан шығарсыздар, қазір көрсетемін. Автомат түрде бізге новый слой ашылады. Осы жерден мінекей астында көрсетілген добавить фото. Рисовайттың ішінде добавить фото. Осы фотоны аламыз. Яғни керек өздеріңізге фотоны істейтін фотоларыңызды аласыздар, және де ұстап бір шетке, бір бұрышқа келеміз да осы бұрыштан үлкейтеміз. Себебі қазір көрсетемін, мінекей осы бұрыштан үлкейтіп қойып аласыздар. Енді келесі бізде өшіргіш. Өшіргішті жай ғана бұл жермен өшірмейміз, фигурамен өшіресіздер. Фигура залит, яғни іші бітеу болу керек. Залитті аламыз. Мінекей бірінші астыңғы қырын өшіреміз. Астыңғы қырын қиғаш қылып өшіресіздер қазір. Мінекей алып алайын. Окей, тұр екен бәсе. Мінекей осылайына қиғашынан әкелеміз. Бірінші бұрышын өшіріп аламыз. Қазір көрсетейін. Тура видеодағы сияқты істесеңіздер, достар, солай болса дұрыс шығады. Біреулер түсінбей жатады, қиын ғой деп. Мінекей дәл осылай бір шетін тағы бір өшіреміз, астын өшіреміз. Мінекей бұл жерде басты мән беретін, мінекей қазір бұрышын қарасаңыздар, бізде аспан мен жер қосылған жер қыр болу керек. Мінекей көрдіңіздер ме? Тура аспанмен қосылған жер қыры сол аспан мен жердің қосылған жері болу керек. Мінекей көрдіңіздер, қыры осы жер болу керек. Осы жерге қатты мән беріңіздер. Осы жер бізде главный рөл ойнайтын. Мына жерден пустой слой ашамыз, оны астына қарап түсіресіздер. Бірінші слой жоғарысында тұру керек, екінші слой ортасында тұру керек. Оған да добавить фото тура жаңағын аламыз. Енді бұны повернуть етіп аламыз. Мінекей жоғарыдан төмен қарай астын кішкене қырқамыз. Бірінші фотода адағанда астын қырққан болатынбыз. Мінекей енді бұны бұл жердегі біраз шамалы қиындау, бұл жер күрделілеу, қиын емес. Осы аспан мен жерді ұштастыру керек бізге. Тура мінекей көрдіңіздер, қыры четко түсу керек. Осы жерде көрдіңіздер, мінекей дәл түсу керек. Осы дәл түскен кездегі біздің фотомыз шығады. Мінекей аспан мен жерді дәл қылып алдық. Қазір жақындатып көрсетейін. Мінекей көрдіңіздер, осы жер тура бір-біріне келу керек. Прям келу керек, достар. Сол жерін жақсылап аласыздар. Енді біз бұл рисовайттағы жұмысымыз аяқталды. Енді бұны біз ары қарап редактировать дальше істейміз. Енді біріншіден бізде инструменттен обрезать бірінші тұрған. Осымен қырқамыз. Мінекей достар, бірінші осылайынан қырқып аламыз. Керегімізше тура видеода көрсетілген сияқты қырқыңыздар. Кейін менікі былай болып отыр, менікі былай болып отыр деп түсінбей жүрмеңіздер. Мінекей тура осылай қырқып аласыздар. Мына не болып қалды деп отқан шығарсыздар. Повернуть етеміз бұны енді. Қазір повернуть еткен кезде оля-ля күшті болып шығады. Мінекей 1, 2, 3. Мінекей осылай повернуть еткен кезде дәл осылай шығады. Көрдіңіздер? Тура океан. Мінекей ол анау тұрған заттардан уайымдамаңыздар. Қазір біз оның барлығында жөндейміз. Клонировать аман болсын. Осымен полный клонировать етіп шығамыз, бір жерден көшіріп. Мінекей жаңа таудың яғни жоғарғы шыңы қалып кеткен болатын. Оны ешқандай да қиын жоқ. Бұлтты ары бері егер ерінбесеңіздер, мынау жоғарыдағы тұрған бұлтты полный айналдырып істеп тастасаңыздар да болады, істемесеңіздер де болады, өздеріңіз білесіздер. Енді осыны кішірейтіп аламыз, алып тастағасын. Енді мінекей мына жерде қырды көріп тұрсыздар. Негізі бұл фотошоптың темасында осылай қыр қалу керек. Бірақ та бұл қыр маған аса қатты ұнап тұрған жоқ. Негізінде қыр қалу керек. Осымен осы прикол. Бірақ та мен клонировайттың несін азайтып, теориясын азайтып алып, бұл қырды кішкене өшіріп тастағым келіп отыр. Осы қырды өшіріп тастасаң да сарқырамаға ұқсап тұрады. Бірақ та негізінде бұл фотошоп стилінің негізгі мағынасы осыда. Осындай қыр болып тұру. Жері осылайынан келіп, квадрат, кубик дейді ғой, осындай қыр болып қалуы. Негізгі бұның приколы осыда. Бірақ та мен олсыз-ақ, мінекей олсыз-ақ бізде көрініп тұр, қисайып келе жатқаны. Мінекей бірінші фотодан екінші фотоға қалай өзгерді. Келесі бізде добавить фото, яғни келесі детальдар, кішкене осылай қайықтар, нелерді қосамыз. Бірінші самолет не қылайық, кішірейтіп алып, ішін өшіріп тастаймын, тура бір бұлттың арғы бетімен кетіп бара жатқан сияқты. Бұларды істеу міндетті емес, достар. Мен жай ғана бір қалай дейді,
бір фотошопқа бір детальдар қосу керек болып тұр. Мінекей кемелерді әр жерге қоямыз. Мына кемені мына жатқа қоямыз. Қазір мен бұны повернуть етіп көрсетейін сіздерге қалай көрінетінін. Мінекей осылайынан кішкентай қылып көрсетіп қойып қоямын бұларды. Әрине бұл бақырайтып қоюдың қажеті жоқ, бұларды бақырайтып бұл әшейін жай ғана детальдар. Фотошопқа бір кішкене қосымша бір эффект беріп тұратын нәрселер. Тағы бір кемені ала салайын, бұны мүлдем ұзаққа қоямыз. Жай ғана көзге бір алдамшы болып тұрса болды. Бұны міндетті емес кемен. Бізде бір басты жерде внимание берілетін, яғни судың қиғаш болып тұруы. Мен қазір соңында сіздерге көрсетемін, қыр түспен қалай болады, яғни қыр болған кезде, қыр емес болған кездегі 2-3 түрін көрсетемін. Енді бізде құстар болмаса басқа да бір керек, басқа да бір нелер қоссаңыздар да болады. Енді бұл жерде құстар болып тұр, менде идея. Құстар бар екен, менде соны қоса салайын деп жатырмын. Құстарды кішкене қылып не қылсаңыздар, мына жерде екеу қыр мен екі қырды осылай жалғап жібереді. Түсініксіз да, аспан бірдей, бірақ та жер 4-ке 2-ке бөлініп жатыр, сарқырама сияқты сондай. Міндетті түрде HDR1-нан бір кішкене қосып жіберемін, сосын Joker. Барлығының түстерін бірдей қылады, яғни кеменде, құстында, аспанда, жерінде бәрін түстерін бірдей қылады. Келесі менде Bleak деп отырмын ғой, Bleak'тен енді білмеймін, қолыма түскенін ала салайын қазір. Менде ашпай тұр, интернет өшіріп қойғасын. Мінекей о дәл түскен сияқты, мінекей күннің сәулесі жоғарыдан төмен, бұл енді күннің сәулесі жалпы бірдей, барлығына бірдей беріліп тұрады. Енді осының бәрі адамға бір түсініксіз жағдайлар туындыруы мүмкін. Қалайша күн бәрі бірдей тұрды, жер ғана 4-5 болып тұр деген сияқты. Бұл да бір керемет идея. Достар, дәл осындай, мінекей дәл осы жүйемен істелінеді. Келесі сабақтарда мен сіздерге қаланы, басқа да нәрселерді істеуге көрсетемін. Сау саламатта болыңыздар. Ұнат деген ойдамын. Ойдағыдай кейбір күндер болмай қала, сен тартсаң дағы қанша нала, қанша жара, бірақ жалындай бір от боп қайта жана, дейді саған